Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы байқауға қатысамын. Я участвую в конкурсе. Бүгінгі сабақта өзінің немесе өзгенің болашақ жоспары туралы айта білуге үйрену. Сегодня, ребята, мы научимся рассказывать про свои планы на будущее. Енді жаңа сабақтың жаңа сөздері. Мамандық, профессия, таңдау, выбор, әнші, певец, биші, танцор, жүлде, приз, жеңімпаз, победитель, сахна, сцена, байқау, конкурс. Балалар, қайталаңдар. Мамандық, таңдау, әнші, биші, жүлде, жеңімпаз, сахна, байқау. Жақсы, балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Естеріңізге сақтаңыздар. Енді осы жаңа сөздерді суреттер арқылы қайталаймыз. Айтып үйренеміз. Сахна, жүлде, жеңімпаз, әнші, биші. Қайталаймыз. Сахна, жүлде, жеңімпаз, әнші, биші. Мен әншімін. Сен бишісің. Ол жеңімпаз. Менің жүлдем. Мен сахнаға шығамын. Жақсы, балалар. Екінші тапсырма, 5-ші бет. Мәтінді тыңда, оқы. Балалар, мәтінді оқимыз, тыңдаймыз. Жеңіс. Ертең мен байқауға қатысамын. Завтра я буду участвовать в конкурсе. Монолог оқимын. Буду читать монолог. Қазір сахна киімін дайындаймын. Сейчас я приготовлю костюм для сцены. Содан соң тағы жаттығамын. После этого еще раз потренируюсь. Алтын. Ертең мен үлкен сахнада өнер көрсетемін. Билеймін, ән саламын. Ұстазым мені ән айтуға дайындайды. Завтра я буду выступать на большой сцене. Буду танцевать и петь. Учитель будет готовить меня к пению. Балалар. Бұл жеңіс пен алтынның ертеңгі күнге жоспары. Ребята, как вы заметили, это планы на завтра, жеңіс и алтын. Жақсы, балалар, түсініп оқысаңыздар, келесі тапсырмаға көшейік. 3-ші тапсырма, 5-ші бет. Сұрақтарға жауап берейік. Нужно ответить на вопросы по тексту. Ертең балалар қайда барады? Завтра куда идут дети? Жеңіс сахнада қандай өнер көрсетеді? Какое выступление у Женис на сцене? Алтын қандай өнер көрсетеді? Какое выступление у алтын? Балалардың қайсысы жеңімпаз болады деп ойлайсың? Как ты думаешь, кто из детей будет победителем? Жақсы, балалар. Осы сұрақтарға өздеріңіз жауап беріңіздер. Ребята, попробуйте ответить на эти вопросы сами. Етістіктің келер шағы. Будущее время глагола. Балалар, біз өткен сабақта етістіктің келер шағын өттік.
Енді соны жалғастырайық. Ребята, на предыдущих уроках мы проходили эту тему. Етістіктің келер шағы. Будущее время глагола. Етістіктің келер шағы а, е, и және жіктік жалғау арқылы жасалады. Будущее время глагола образуется с помощью суффиксов а, е, и плюс личные окончания. Болу, быть, көру, видеть, таңдау, выбирать. А теперь попробуем образовать их в будущем времени. Чтобы образовать в будущее время, убираем суффикс «у», это суффикс неопределенной формы. Болу – быть, көру – видеть, таңдау – выбирать. Берем корень бол. Бірінші жақ мен боламын, көремін, таңдаймын. Екінші жақ сен боласың, көресің, таңдайсың. Сіз боласыз, көресіз, таңдайсыз. Үшінші жақ ол болады, көреді, таңдайды. Суффиксы а, е присоединяются, если корень слова заканчивается на согласные звуки. А присоединяется к слову, если слово твердое. Е, если слово мягкое. Суффикс и присоединяется к слову, если слово заканчивается на гласные звуки. Енді осы етістіктерді келер шақта көпше түрінде жіктеп көрейік. А теперь попробуем во множественном числе проспрягать эти глаголы. Біз, мы. Біз боламыз. Мы будем. Көреміз. Мы увидим. Таңдаймыз. Выберем. Сендер боласыңдар. Көресіңдер. Таңдайсыңдар. Вы будете, увидите, выберете. Сіздер, вы – это вежливая форма. Вы будете, вы увидите, вы выберете. Үшінші жақ олар. Олар болады, көреді, таңдайды. Они будут, они увидят, они выберут. Попробуем перевести предложение «Я буду хорошим врачом». Я, мен, буду, боламын. Мен хороший врач, жақсы дәрігер. В казахском языке глагол или сказуемое всегда стоит на последнем месте. Подлежащее в начале сказуемое или в начале предложения. Мен боламын, я буду. Я буду хорошим врачом. Мен жақсы дәрігер боламын. Он или она будет хорошим врачом в третьем лице. Ол жақсы дәрігер болады. Ребята, запомните, в казахском языке сказуемое всегда стоит на последнем месте. Жақсы. Енді келесі тапсырманы орындайық. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Желтоқсанның 4-і байқауға қатысамын. 4-ші тапсырма 6-шы бет. Жақшадағы сөздерді келер шақта өзгертіп жаз. Слова в скобках напиши в будущем времени и перепиши предложение. Ертең жеңіс байқауға қатысады. Ребята, вы выполняете задание 4Э. Выполняйте только Э. 5-ші тапсырма 6-шы бет.
Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Өскенде кім боласың? Кем ты будешь, когда вырастешь? Қандай мамандықты таңдайсың? Какую профессию ты выберешь? Қай қалада оқисың? В каком городе будешь учиться? Қайда жұмыс істейсің? Где ты будешь работать? Қай қалада тұрасың? В каком городе будешь жить? Арманыңа жету үшін не істейсің? Что ты будешь делать, чтобы достичь своей цели? Ребята, это задание вы отправляете голосовым сообщением. Жақсы балалар, кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.